сеземін. Үйрендім өзіңнен, оқуды төзіммен, үмітің ақталар сенемін. Ардақты ұстазым, өзіңе ұқсадым, қолыма әліппе ұстадым. Ардақты ұстазым, өзіңнен қыз жазып, нәр алып білімді ұштадым. Осынау әлемде бәрі де өтеді ұстаздың алдынан. Есейіп кетсек те, биікке жетсек те, ардақты ұстазды ұмытпам. Ардақты ұстазым, өзіңе ұқсадым, қолыма әліппе ұстадым. Ардақты ұстазым, өзіңнен қыз жазып, нәр алып білімді ұштадым. Ардақты ұстазым, өзіңе ұқсадым, қолыма әліппе ұстадым. Ардақты ұстазым, өзіңнен қыз жазып, нәр алып білімді ұштадым. Ардақты ұстазым, өзіңе ұқсадым, қолыма әліппе ұстадым. Ардақты ұстазым. Арал қаласы Жарасқан Әбдірашев атындағы 62-ші мектеп-лицейінің директордың бастауыш оқушы жөніндегі орынбасары Аймырзаева Айнұр Өтебайқызы. Бастауыш сынып оқушылары үшін ең беделді адам ол өзінің ұстазы. Білім саласындағы өзгерістер ұстаздардан үлкен жауапкершілікті талап етеді. Менің бүгінгі мақсатым қашықтан оқыту үдерісінде бастауыш сынып педагогтеріне тиімді әдіс-тәсілдер ұсыну. Қазіргі мұғалімдер алдында әлем жағдайында үздіксіз кәсіби дамуға дайын болу, әдіс-тәсілдерді қалай және қандай жағдайда қолдану туралы білімдерін үнемі жетілдіру, білім алушылармен кері байланысты ұтымды ұйымдастыра білу, барлық білім алушылардың жеке мүмкіндіктері мен қабілеттерін ескеру міндеті тұр. Дарабоз әдісі. Бұл әдістің ұтымдылығы бірінші орында баланың қабілетінен гөрі еңбектену тұратындығында. Тынымсыз еңбек қабілетті дамытады. Баланың сенімділігі мен қызығушылығын ұштайды. Бала еңбегі мынадай бағыттарда жан-жақты бағаланғаны жөн. Сабаққа қатысуы, оған даярлығы, тапсырманы орындауы, өзіндік жұмысы, ынтасы, сабақтағы жауабы. Мұндай жағдайда баға болмайды, себебі өзін ықтырып үркітетін баған емес, жинақталған балды көріп, кемшілігін түзетуге мүмкіндігі бар екеніне сенімді болар еді. Бір сөйлеммен түйіндеу әдісі. Оқушылар тақырып бойынша білімдерін түйіндейтін бір сөйлеммен жазып шығады. Білетініңіздің барлығы әдісі. Оқушылар тарауды оқуға кірісудің басында бүгінгі тақырып туралы не білетінінің барлығын жазады. Сосын мұғалім қайталауды болдырмас үшін алынған ақпаратты пайдалана отырып, оқуды тиісті жолмен жүргізе береді. Егер онда не болар еді әдісі? Оқушылардың бірі жүйрік қиялмен бір ситуация айтады. Қалғандары соның шешімін тауып жалғастыруы керек. Мысалы, егер әрбір адам дүниеге келе сала басқалардың ойын оқи алатын болса, онда жер бетінде не өзгеріс болар еді? Егер жердің тартылыс күші жоғалып кетсе, онда егер барлық адам сөйлеу қабілетінен айырылып қалса, онда
Бұл тәсіл оқушылардың қиялын дамытып, мидың ойлау белсенділігін арттырады. Ертегі құрастыру әдісі. Бастаушы ертегінің бірінші сөйлемін айтады. Қалғандар бір сөйлемнен өздері қалауынша ертегінің сюжетін құрастырады. Қатысушылардың қиял жүйріктігі, тіл байлығына қарай түрлі ертегі құрастырылып шығады. Ал бастаймыз. Тыңдағандарыңызға рахмет, барлығыңызға сәттілік тілеймін. Арал қаласы нөмір 220 орта мектебінің бастауыш сыныптар жөніндегі оқу ісінің меңгерушісі Наукеева Лайық Тәукелқызы. Қашықтықтан оқыту жүйесіндегі ең тиімді әдіс болжамды оқыту әдісі. Үлгі ретінде түйе, арыстан, қасқыр, түлкі ертегісі беріледі. Бірнеше суреттер үлгісі оқушыларға беріледі. Оқушылар сол суретке қарап отырып, мәтін құрастырады. Құрастырылған мәтіннің ішінен суретке ең ұқсас, ең жақын мәтін таңдалынып алынады. Соңында дайын мәтін үлгісі беріледі. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Қызылорда облысы Арал қаласы нөмірі 80 орта мектебінің бастауыш сыныптар жөніндегі оқу ісінің меңгерушісі Жүгінісова Мира Сұлтанқызы. Бірлескен оқу өзара іс-әрекет жасау болса, бірлескен жұмыс мақсатқа жету жолына бағытталған өзара әрекеттің құрылымы болып саналады. Олай болса, нөмірі 80 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімдерінің бірлесе отырып атқарып келе жатқан қашықтықтан білім беру барысындағы іс-тәжірибелерімен бөліскелі отырмын. Білім негізі бастауышта деп бекер айтылмаса керек. Жалпы қашықтан оқыту бұл оқушылар мен мұғалімдердің бір-бірімен кеңістікте алыстатылған оқу формасы екендігі белгілі. Бастауыш сынып мұғалімдері оқушының белгілі бір дәрежеде білім алу үшін WhatsApp, интернет желісі, YouTube'дан қажетті сілтемелер, слайд, яғни қолда бар мүмкіндіктерді пайдалануда. Әрине, ата-аналардың балаларының дұрыс білім алу үшін ұстаздарына қолдау көрсетуін ерекше атап өтуге болады. Қашықтан оқыту жүйесінің чаттары немесе бейне конференциялар арқылы мұғалімдер жиналыстары ұйымдастырылып, педагогтар мен ата-аналардың ұсыныс пікірлерін, түсінбеген сұрақтарын талқылап, қашықтан оқыту жүйесіндегі кемшіліктерді жою мақсатында бірлескен жұмыстары жүргізіліп келеді. Қазіргі таңда біз жүргізіп отырған қашықтан оқыту бағытымыз оң нәтижесін беруде. Осындай күрделі де қызықты, жауапкершілігі мол мамандықты таңдап, әлемді мойындатқан уақытша қиын қыстау кезеңде жалықпай, мойымай еңбектене білген әріптестеріме алғысым шексіз. Қашықтан оқыту барысында бірігіп, ұйымшылдықпен атқарылған жұмыстардың оң нәтиже беруде білікті ұстаздарымыздың үлесі деп білемін. Сәлеметсіздер ме? Мен бірінші сынып білім алушысы Бақытжан Гүлханым. Номері 83-ші мектептің ұстаздарына алғысымды айтамын. Қашықтан оқу маған қиын емес. Сабақтар бұрынғыдан да қызықты өтіп жатыр. Рахмет сізге.